ішкі кухня ғой, ішкі кухняны барынша сіздерге ашып көрсетейін. Үлкен көлемде жинап алады да, сол көлемдегі мотоциклдер сата алмай жатыр. Күнде далада, біздің балдар әрбір салада. Нарыққа кіруге шын айтқанда духы жетпейді. Жүрміз қалада. Күнде далада. Қазіргі таңда жігіттер, заводтың бағасы сіздерге беріліп жатыр. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Bamix YouTube арнасы. Бүгін біздің арнамызға осылай Алматының жоғары жағына әдемі видео түсіруге мотоциклдерімізден келген болатынбыз. Енді сіздерге камерадан тыс сыртында не болып жатқанын көрсете кетейін. Және мотоциклдардың жоғары қарай тартысын 2X11 мен 77 модельдерінің разницасын айта кетейін осы жерде. X11 модель жалпы 250 кубты, X77 модельде 250 кубты. Бұл да разница моторларында. Біреуі X11 штангой мотор, X77 цепной мотор болып бөлінеді. Және дизайндарында осылайынан өрге қарай шығып тексеріп жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар, жақсы түсірілімдер болады. Және де осы мотоциклдердің өрге қарай тауға тасқа жүргендерін көрсететін боламыз. Осы жерде Естай бауырым бірге келгенбіз. Өзіңнің мотоциклдерге деген ақпараттарың болса, ойларың болса, осы жерде айта кетсең. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Жігіттер, мен осы YouTube каналға өзім бірінші рет шығып тұрмын. Бұл шыққанымды бір себебімді бір секретпен бөлісе кетейін, бұл себептеш. Короче, менде былай болды. Осы уақытқа дейін өзім мотоцикл саласында жүріп келе жатырмын ғой. Осы мотоцикл саласында жүргеніме қателеспесем бір 5 жылдың шамасы болыпты. Осы 5 жылдың ішінде біраз опыт жинадым. Мотоцикл нарығы не болып жатқанын білемін қазір нақты. Енді солардың бірінде сіздерге сұрақ қоя кетейін, сұрағына өзім жауап бере кетейін. Осы 3-4 ай болды, мотоциклдің бағасы уже автоматически полностью бағалар құлап жатыр. Себебі неде деп ойлайсыздар жігіттер? Олардың бірден бір себептері мынада деп айтайын сіздерге. Енді ішкі кухня ғой, ішкі кухняны барынша сіздерге ашып көрсетейін. Қазір 2021-2022 жылдары мына мотоцикл, мына көріп тұрғанда X11 сияқты мотоциклдер 680-750 мың теңгеге сатылған. Қазір бұлардың нарықтағы бағасы бар болғаны 500 мың теңге, 510 мың теңгеге түсіп қалды. Себебі неге? Не үшін 100 мың, 120 мың, 150 мыңге дейін бағалар түсіп жатыр. Қазір былай, жігіттер, қазіргі таңда 2021-2022 жылдарында қарағанда, биыл 2023-те өте үлкен көлемде массовый бұл салаға бүткіл бизнесмендер дейін ба, саудагерлер дейін ба, массовый кіріп жатыр. Соның арқасында қазіргі таңда осы мотоциклдердің бағалары құлап жатыр. 2021-де шамамен бір 10 мың шақты мотоцикл Қазақстан нарығына кірсе, қазіргі директор бойынша, менің өзімнің білгенім бойынша, уже 200-300 мыңнан астам мотоцикл, және де неше түрлі брендтер, неше түрлі маркалар Қазақстан нарығына кіріп жатыр. Сол себепті бұл баға құлап жатыр, конкуренция өте көп деңгейде болып жатыр. Бір-бірімен ажиотаж қазір бар ғой, конкуренция деген страшно. Сол үшін барынша бағаларын құлатып жатыр. Көптеген автовиктер даже бастарын тасқа ұрып жатыр деп айтамын сіздерге. Өйткені мыңдаған мотоциклын складтарына жинап алып, үлкен көлемде жинап алады да, сол көлемдегі мотоциклдер сата алмай жатыр, қиналып жатыр. Ол сол үшін бағаны құлатып, барынша 500-510 мың теңгеге дейін түсіріп жатыр. Бұны мен Қазақстан нарығында айтқан себебім, Атырауда 5 жыл өзім осы мотоциклдерді саттым, басқа да маркаларды саттым. Соның ішінде бастапқы кезінде келген кезде Атырауда осы мотоциклдер 750 мың теңге сататын. 750 мың теңгеден о кезде орса сататын жігіттер. Қазір 510 мың теңге. Бұның бәрін себебін, айтқан себебім неде жігіттер? Қазір менің ойымша, қазір мотоциклдің нағыз алатын уақыты. Өйткені біріншіден күзгі уақыт келді, мотоцикл сезон аяқталды. Екіншіден баға түсіп жатыр, конкуренция, ажиотаж, қырғын болып жатыр. Енді сол үшін бұл енді мүмкін саудагерлерге, бизнесмендерге дұрыс емес шығар, бірақ халыққа өте күшті вариант. Барынша осы уақытты пайдаланған дұрыс. Мен келесі жылға анализ жасамай қойын, бірақ мен білгенімше қазіргі ажиотаждың арқасында біраз конкуренция нарықтан шығып кетеді. Өйткені бұндай көлемде бағаны көтере алмайды, көлемде көтере алмағандықтан конкуренциялар шығып кетеді көбісі. Арасынан мықты 5-6 марка қалады. Олар енді өзінің бағасын өзі ойлап қоя береді жігіттер. Так что барынша қазір момент. Так что жігіттер, осы сезон кезін, яғни сезон деп айтпаймын енді. Жаздық күз уақыт кетті ғой, енді күздік уақыт келе жатыр, мотоцикл көбінесе суық кезде айдамайды. Сол үшін қазір уже бағаның түсетін шетіне жетті. Қазіргі таңда жігіттер, заводтың бағасы сіздерге беріліп жатыр. Заводтың бағасын нақты алдыларыңызға келіп беріп жатыр жігіттер. Жолына бірге бір төлейді.
одан бөлек заводтың бағасын сіздерге нақты беріп, заводтың бағасын сатып жатыр. Көптеген автовиктер складында басылып қалғандықтан даже 10-20 мың теңге, 50-60 мың теңге арзан сатса да, өзіне минус болса да, қолындағы количество санын құрту керек. Соның үшін бұл бағаны құлатып жатыр. Бұл нарықтан сол количествоны құртқаннан кейін ол жігіттердің көбісінің нарыққа кіруге шын айтқанда духы жетпейді. Сол үшін арасынан 5-6 үлкен маркалар немесе брендтер қалады. Сол брендтер и дальше басатын болады. Олар өзін көрсететін болады. Так что жігіттер, бұл менің өзімнің анализім. Осы 5 жылдықтың ішінде мотоцикл саласында болдым. Соның ішіндегі анализім жігіттер. Менің айтарым деген осы, шын жүректен айтып жатырмын. Енді қазір көбісі ойлайтын шығар, бұл өзінің мотоциклдерін тықпалап жатыр. Оған дым қатысы жоқ жігіттер. Мен общем мотоцикл сферасындағы өзімнің білген, тоққан білімдерімді, анализдарымды сіздерге көрсетіп жатырмын. Бұны көрсетпес бұрын біз осы жерге мысалы қай жер мынау Бауға, иә? Бауаның жолына тас жолмен осылай биіктерге, тауларға өзіміз шықтық. Өзіміз шықтық дегенде лично мен емес, енді мына жігіттер шықты ғой. Осы жігіттерден бір-екі ауыз сөз қалай екен, қандай чувство екен, қандай сезім екенін сұрай кетейік жігіттер. Мына айттық қой мына жерде, мынау балансирующий валсыз деп жігіттер сол бойынша да болмаса информация бере кетсе. Батыр, айтшы бір-екі ауыз сөз. Блин, подготовились сначала. Подготовились дейді. Давайте, бұл енді пока ойына келмей жатыр екен, біздің Данияр енді сөзге шешен ғой, өзінікін жеткізе берсін. Давай. Ассалаумағалейкум ағайын. Амандасады жігіттер, ассалаумағалейкум. Бірінші аманда жүрейік. Қазір Бауаның жарты жолына шықтық. Өте керемет, мотоцикл өзін жақсы өзін ұстауда. Әлі өзін қызған жоқ, моторы өте керемет болып отыр. Балансирующий валмен дірілдемейді. Штанговый мотор өте керемет, 200 плюс. Советую жігіттер, алыңдар. Сол менің. Міне арнайы специалистерді шақырдық, осылай трюк жасасын бізге, сіздерге және бізге барынша осындай контенттер көрсетсін деген ниетпен. Енді Батыр, өзіңде бір-екі ауыз сөз бар ма? Енді тоқтап қалдың, не айтасың? Алдын көтеріп трюковать етіп жүрсің, қалай өзі? Не знаю, мотоцикл сам по себе хороший. Двигатель 172, тяговистый, оборотистый. То есть разница в них в моторах и в оборотах. Он может подняться в гору без каких-либо проблем, потому что вот так у него стоят хорошие звезды большие, чтобы можно было на высоту ехать спокойно. На первом, на втором скорости хорошо едет. Максималка, конечно же, хромает, потому что тут стоит большая звездочка. А так мотор хороший, переключатель скорости хороший, сцепление не играется, все отлично. И по опыту езда на заднем на этом мотоцикле получается как-то плавнее, чем на каких-то КТМах, потому что они слишком быстро едут. А он, ну так сказать, 50 на 50 и в гору можно, и по трассе можно, если поставить дорожные шины. Өте дұрыс айтты. Мына жерде қазір енді тауға шыққанға арналған шиналар орналасқан, бұл да протекторлы. Ал қалаға мынандай байктардың айдайтын шиналар бар ғой, соларды қою керек негізі. Енді Батыр, жалпы мен өзім машинада отырмын да, сендерге қарап қызығып жатырмын да. Мен өзім адреналин жатырмын. Адреналин алып жатырмын. Сенде адреналин бар ма кәдімгі? Я адреналин бар, особенно тауда келе жатқан кезде, вот осы вид, мына вид әдемі көрінеді, и жолдардың өзі бір әдемі. Жүрген кезде де қызық, адреналин, ондай қатты емес, бірақ все еще чувствуется вот этот вайб, когда ты едешь в гору, именно на эндурике. Өзінің бір бөлек несі бар. Кайфы бар, да? Кайфы бар, бөлек. Короче, жігіттер, айтып тұрмын ғой, адреналин бөлек. Мына жігітше айтқанда, конкретно айтқанда, мына Батыр бар ғой, Батыр мен Данияр вообще страх жоқ, дым жоқ. Таудан секіріп жүр, тастан құлап жүр. Дым, страх жоқ. Айтшы, Ерназар, өзі көрдің ғой жеке. Страх жоқ, сол құлап қалама деген қорыққан себептен осындай арнайы киімдер кидіріп қойды. Құдай сақтасын, енді құламайды. Бұл жігіттер өздері опыты бар. Арнайы осындай киімдер кидіріп, шлеммен, осындай киімдермен қауіпсіздік ережесін сақтап, тауға шыққан жайымыз бар. Енді бізбен бірге болыңыздар. Қазір екі мотоцикл жоғары қарай жарыстырып көрейік. Одан кейін дальше бөлше әдемі видеолар шығатын береді. Тоқта, Ерназар. Тоқта. Ты что? Құрметті нелерімізге айта кетейік, подписчиктеріміз дейміз ба, қалай көрермендеріміз дейміз ба, біздің осынша еңбектеніп жатқанымызды бекер отпай бағалап отырыңыздар, лайктарыңызды басып, каналға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта мен айтып отырмын ғой, апта сайын белгілі бір форматта сіздерге видеоларымызды арнап отыратын боламыз, жігіттер. Лайк баса кетіңдер. Міне құрметті достар, біз осы мәре алаңына келіп алған болатынбыз. Бірінші ана мотоциклдер келе жатыр, жарысып екеуі бірінші. Міне байқасаңыздар, қазір 277 моделі алдында келе жатыр.
Екінші қалыспа X11 моделде келді. Яғни цеп мотордың аты цеп моторға, яғни бұл жоғары қарай жақсы тартатын болып тұр. Яғни ұзақтыққа жарысатын болса, мына штанговый мотор X11 моделі озат деген ойдамын мен жалпы. Қазір байқасаңыздар X77 модель бірінші келіп отыр. Осы өрге мәрешіңна. Енді Естай өзің айтатындарың болса? Я, Ерназар өте дұрыс айтып тұрсың. Қазіргі таңда көбінесе халықтың арасында цеп мотор мықты ма, әлде штанговый мотор мықты ма деген. Уже бәсекелестік қой екеуі. Оны айтып бұның нақтырақ нелер жоқ, енді айта кетейін, енді барынша сонда да. Бірақ цеп мотор уже үлкен оборотқа айналған. Ол үлкен оборотқа арналған нәрселіктен оған арнайы тауға, немесе биікке, немесе шыңға шыққанға осы цеп мотор тиімді. Одан кейінгісі мына штанговый мотор болса, жазықтыққа, болмаса ұзақтыққа шапсаңыздар, осы штанговый мотор больше жүретін болады. Цеп мотордың енді көбінесе проблемаларын айтып жатады, ешқандай проблема жоқ жігіттер. Уақытында өзінің жұмыстарын майын ауыстырып тұрсаңыздар, ешқандай проблема болмайтын болады. Так что цеп мотор лучше жігіттер. Білесің бе, Естай, Шыңғысхан атамыз бір өкінген нәрсесі бар екен ғой. Қанша 500 қатыным болса да бір бамикісім болмады ғой деп өкініп кетті. Сен де қатырасың, Ерназар, негізі бар ғой. Міне, құрметті достар, біз мына тауда қараңғыда тез батады екен. Суып кетті күнде. Қазір съемкамызды қалаға барып жалғастыратын боламыз. Дәл осы X1177 модельдерімен қаланың ішінде жүретін боламыз, көріңіздер. Жігіттер, тағы да айта кетем, осындай жаурап, дірдектеп, уже біз тауда барынша тырысып жатырмыз ғой, тағы да қайталап жатырмыз ғой. Сол үшін подписка жасайық, лайкты басайық, обязательно жігіттер. Тағы да түсіретін локациялар, мына жерге барып түсір, мына жерде көргім келеді десеңіз, комментарий бөліміне жаза кетіңіз, біз оқып түсіретін боламыз сол съемкаларда. Міне, құрметті достар, сонау таудан осы Әл-Фараби көшесінің бойымен жүріп келді жігіттер. Осы жерге Халықбанк LED экранының алдына келдік. Біз келеміз дегенше қараңғыда түсті. Өте жақсы түсірілім болған сияқты. Егер де видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Тағы да айтайық. Ал Естай, өзің. Я, жігіттер, мына жігіттердің өздерін қараңыздар. Жаурап, уже дірдектеп, бұлар уже таудан төмен қарай түсті. Уже аяқ қол сақылдап тұр. Сол үшін енді осы видеомызды аяқтайық. Осындай әдемі локацияда. Тура Ерназардың айтқан сөзін қайталайын, не деймін енді. Подписка жасайық, лайк басайық барынша. Давайте.